Жұмысыңыздан шаршасаңыз да, не үшін бастағаныңызды есте сақтаңыз. Сіз жасай алатын ең үлкен қателік ештеңе істемеу, өйткені сіз бәрін істеуден шаршадыңыз. Сізге әрқашан жоспар қажет емес. Кейде сізге демалу, сену, босатып не болатынын көру керек. Үзіліс, тыныс алу және қалпына келтіруді ұмытпаңыз. Миыңызға тыныштық сәттері қажет. Кейде сіз жасай алатын ең өнімді нәрсе демалу. Терең демал, ал қалғанын жібер. Дүние ертең де сонда болады. Егер сіз өзіңізге ұнайтын іспен айналыспасаңыз, уақытыңызды босқа өткізесіз. Жолыңызды өзгертуден қорықпаңыз. Сіз өзіңізді бақытты ететін нәрсені табуға міндеттісіз. Егер сіз оны жақсы көрмесеңіз, кетіңіз және ешқашан артқа қарамаңыз. Уақытыңызды жұмсадым деп бір нәрсеге жабыспаңыз. Егер ол сізге қуаныш әкелмесе, оны тастап әрі қарай жүріңіз. Өмір сіздің жайлылық аймағыңыздың соңында басталады. Егер сіз істеп жатқан ісіңізді ұнатпасаңыз, секіріңіз және не істейтініңізді табыңыз. Сіздің уақытыңыз шектеулі, сондықтан оны босқа біреудің өмірімен өткізіп жібермеңіз. Егер сіз оны жақсы көрмесеңіз, жасайтын нәрсені табыңыз. Сіз болғандай болу ешқашан кеш емес. Егер бұл сізге қуаныш әкелмесе, оны жіберіп, өз құмарлығыңызды іздеңіз. Көпшіліктің емес, жүрегінің жетегінде жүр. Егер сен оны жақсы көрмесең, оны тастап, сені тірілтетін нәрсені табыңыз. Сіз өзіңізге ұнайтын нәрсені таппасаңыз, өміріңізде бір күнде жұмыс істемейсіз. Егер сіз оны жақсы көрмесеңіз, оны істегенше жалғастырыңыз. Егер сіз істеп жатқан ісіңізге құмар болмасаңыз, оны не үшін жасайсыз? Оны тастап, шынайы шақыруыңызды, өз сүйікті ісіңізді табыңыз. Құрметті көрермен, арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыз. Қарағаныңызға көп рахмет.